Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен түрікше бөрек дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге дайын лаваш пен ірімшік қажет. Видеода көрсетілгендей лавашты 8 бөлікке бөліп аламыз. Лавашымызды осылай 8 бөлікке бөліп алдық. Енді салмасын дайындаймыз. Мен салмасына ірімшікті алдым. Кесілген дайын лавашымызға видеода көрсетілгендей салмасын салып, орап шығамыз. Бөлек жалпақ ыдысқа жұмыртқамыз бен тұзымызды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Оралған дайын бөректерімізді жұмыртқалы массаға бір малып аламыз. Қызып тұрған табада екі бетінен қызарғанша қуырамыз. Ірімшік қосылған түрікше бөректерімізді